Теперь попробую. Угу. О, керемет. Капуста көрініп тұр ма, капуста? Капуста көрініп қалды. Қалыңыз қалай? Нағыз көшбасшы, нағыз ұлы адам, миллиондаған адамдардың өмірінің өзгеруіне өз үлесін қосып жүрген, өмірдің жақсаруына бақытты мырза ғып, бақытты көп миллиондаған командасы қазір әрекет жасап жатқан нағыз тәлімгер, атаңыз аңыз болған тәлімгер. Сізді көргеніме өте қуаныштымын. Менің оқырмандарым десем айтама, менің күнделікті хабарласып жүрген осы супержамптың жаттығуына шақырғанда отзыв жіберіңізші дейді да маған. Қарасам отзыв басқа елдегі жақындас ұлттардың отзывтары көп та, біздің қазақ тілінде қазақша отзывтарымыз бізде аз екен. Сондықтан мен сол отзыв жинауға шештім, халыққа өз нәтижемізбен бөлісейік, халықты көбірек осы жаттығуларға үйретейік деген ниетпен, барлығымыз да бір ниетте отырмыз ғой барлығымыз. Сондықтан сіздің осыған келіскеніңізге алғысым шексіз, Алла разы болсын. Өзіңіздің осы супержамптың алдындағы жағдайыңызды, сосын супержамптың жаттығуларын кейінгі алған нәтижелеріңізбен бір қысқаша нақты бөліссеңіз, халықтың ығырын шығармайтындай кішкене нақты өзіңіздің прямо нәтижелеріңізбен бөліссеңіз, нұр үстіне нұр болатын еді. Сізге енді қызып тұрған алтын микрофонды ұсынамын. Тыңдауға барлық халық сізді күтіп отыр. Рахмет. Алина ханым, ұлы жеңімпаз, ұлы көшбасшы, сіз осындай мақтауларға лайықтысыз. Өзіңіз әдемі, өзіңіз сұлу, бақытты, асыл анасыз. Әлемге танымал қазір. Ұлы жеңімпазсыз, ұлы көшбасшысыз. Қазірдің командаңыз өсіп жатқанына қуаныштымын, өте қуаныштымын. Әрқайсымыз бір тұлғамыз. Әрқайсымыздың өміріміз әртүрлі екен, әрқалай екен. Біз біреудің өмірін сүргізіміз келеді екен. Анау бақытты, мен де бақытты болайыншы, анау бай, мен де бай болам, мен де сол сияқты болам деген армандар. Бірақ іс-әрекет жоқ. Неге? Өйткені күндегі күйбің, тіршілік, қазіргі сервис дейді ғой, қазіргі заманның несі, алып кете береді екен. Телефон, отырасың, телевизор қарайсың, ананың өсегін тыңдайсың, тойға барасың, анда барасың, мында барасың. Қазақта қашан уақыт болады өзіне өсуге, өзіне қарауға? Жоқ екен. Қазір үлкен кісілермен сөйлесіп атып айтам ғой, өзіңізге көңіл бөлмейсіз. Қаяқтан дейді, мен немерем бар, анауым бар, мына малым бар, қойым бар, ауылдағылар. Біз өзімізге міндеттің бәрін алып алады екенбіз. Барлығын. Біреудің өмірінде міндетін, туған туысқанның міндетін, ананың да міндетін. Мен осы уақытқа дейін сондай болдым. Үйде 7 ұлы болды, 7 ағайынды болдық. Соның тура ортасы мен. Мен өмір бақи соларды бағып кеттім. Кейін өзімде семья болды. Сонда да соларға көмектесіп, семьямды да неғып кеткен ғой. Кейін ойладым, мен не қылып жүрмін? Әркімнің өзінің басы бар, аяғы бар, қолы бар, миы бар. Жұмыстарына тұрғыздым бәрін. Бәріне көмектестім. Енді нем бар енді оларға араласып? Істесін деп, жасасын, болды деп жібердім. Бірақ енді өзімде де қиыншылықтар көп болды. Менің әйелім 2002 жылдан бері эпилепсиямен ауырды. Сол ауырғанда мен түнде ұйықтамайтын. Бір көзім ұйықтап жатса, бір көзім ашық жатады. Өйткені түнде приступ ұстайды да, тістерін сындырды. Қатты тістеп. Соны алып приступ ұстағанда ағаш дайындап қойғам, соны аузына сала қою керек. Кейін қатты ұстайды да жаңағы. Ойлайсың өліп кетемін деп қорқасың. Содан кейін демалған кезде қырқылдап әрең демалғанда несін таңдайын көтеріп тілін ашам. Демалсыз ақтартам.
сөйтіп отырасың қасында. Күнде жұмысқа бару керек, бала-шаға бағу керек. Ешкімге жалынғам жоқ. Қарап беріңдер, бүйтіп беріңдер. Апармаған жерім жоқ. Бәрін істедім. Қолымнан келгенше. Кейін әпкесі алып, анау емшіге апарам, емші емдесін деді. Жарайды, енді өздеріңіз шешіңіздер. Мен енді ертең оған емшіге бермей қойсам, емдетпей қойсам, тағы ренжиді ғой маған. Сенің кесірің деп айтама, сондай ойлар болды да менде. Содан кейін бердім. Өздері апарып таскать етті. 14 жыл жүрді ғой емшіде. Ең өзгерген жоқ, қалды сол күйінде. Содан кейін операцияға мен дайындаймын, бермей қойған операцияға. Миымда опухоль бар деді. Соны алуымыз керек деді. Жарайды. Бірақ 14 жыл тұрды ол. Не өскен жоқ, не кішірейген жоқ. Бірақ жаңа приступ кетпей қойды. Үшін тексердік, Корея алған жоқ, ана жақта алған жоқ. Үшін сөйтіп жүргенде 2015 жылы 2 қызымызды тұрмысқа бердік. Бір ай салып арасын, сразу. Ол да қызық болды енді отырып. Осы кухняда отырмыз ғой. Әңгіме жасап, үлкен қызым айтады, мен биыл күйеуге шығамын дейді. Сөйтсе кішкентай менші дейді. Мен таңғалып қалыппын. Енді оған дейінгі шаруа мен қантпен ауырдым. Мамам қатты ауырып, сөйлемей қалып, инсульт алып, ағамды отырғызып қойды. Солармен жүгірдім, солар шешіп жүріп, өзім инсульт болған, не оқыдым жаңағы қант ауруымен. Енді, может, ол бір өзімнің қазір мен ойлаймын, осознанно болғанда түсінгенім, мен дұрыс армандамаған сияқтымын. Өйткені мен 100 килограмм болдым. Қарым шығып кеткен. Қыздарым, папана қарныңыз жоғалтыңызшы. Күнде спортпен айналсам, анан жасайым, мынан жасайым, кетпейді. Қарайым анау ролный денелер жақсы жігіттер қарайым. Мен қарымдар жоқ, қалай күшті деп армандап жүретін. Болма деп ойлаймын қазір. Момент алдыда бір жазда 40 килограмм тастадым. Шөлдеп қайта. Сөйтсем, жұмыстағылар айтады, неңді анализ өткіші деп. Анализ өткізейін деп бардым мен. Өткізсем, қантым 25. 3 жерге өткіздік. Платныйға өткіздім, бәрі жерге. Бәрі жер 25. Оны больницаға жат дейді, жатпаймын больницаға деймін. Сөйтсем, жат дейді, жатпаймын. Соны ойладым, давай жатсам жатайын да білейін, қанттың не екенін білейін. Қайдан пайда болды, қалай не қылды, қалай жоюға болады, соны білейін деп бардым. Больницаға жатсам, бөлмеде 4 адам, 5 адам жаттық. Бәрі қантпен жеген. Енді жатыр бәрі. Мен жатсаң, ана бір қызық өзі. Еріншектік басады да. Жата бергім келеді. Біреулер саған бүйтіп айтса, қантым бар деп, бүйтіп жылағың келеді. Олар есіркеп, бүйтсе, сөйтсе екен деп ойлайсың. Сондай бір состояние. 2 күн жаттым ба, 2 күннен кейін жоқ. Бір күн жаттым да, есіме түсіп кетті. Мә, дедім. Мен ауырсам, әйелім ауырып жүрсе, балаларды кім қарайды? Болмайды деп ыршып тұрдым да, жаңағы қант туралы айтатын бір не келетін адамдар. Сондай бір неге жинайды да, қанттың не келетін. Лекция. Соңын өздерінің продуктларын сатады жаңағы. Киімдер, анау-мыналар. Носки, хлопковый, қыспайтын, жұмсақ ботинка деген сияқты киімдер, қыспайтын нелер. Қысып тұрса қан айналысып болмайды, бүйтіп қалады, сөйтіп қалады деген нәрсе. Сол сөйлеуге барып білдім қанттың қайдан кеткен, неге бүйткен, қант қалай кетіру керек, не алу керек. Содан кейін Инстаграмнан ютубтен қарадым, іздедім. Интернеттен іздедім. Қалай жазылады. Кейбіреулер 20 жылдан кейін жазған. Кейбіреулер 10 жылға дейін кетіп қалған. Одан төмен ешкім жоқ деп жазған. Маған болмайды дедім, анан жеп, мынан жеп жүргеннен не пайда, маған тез жазу керек. Деп қарасам, көп жүрсең, қанша жығайыз. Нормально екен дедім. Сөйттім да сразу спортпен айналыстым. Сол больницада.
1,7'de qandımды 4'кө түсіріп шығып кетті. Бірақ врачтар ренжіді. Мүмкін емес, болмайды. Бір қант деген кетпейді өмірі. Ертең тағы бұндай болады, сөйтеді. Бопты дедім. Кейін сөйтсе, мен инсулин отказ берем. Болмайды, жарайды деп көне салдым. Сөйтіп келгеннен кейін 6 ай неде отырдым? Диетада. Спортпен айналыстым, кішкене нормализация еттім. Но все равно до конца кеткен жоқ. Сөйтіп жүріп, 2016-та жаңа 15-те қыздарды шығарып салдық. Неге? Енді анау әйелім ауырғаннан кейін мен үйдің шаруасын бәрін өзім алып алғам ғой. Әйелімнің рөлін алып алғам. Әйелім ауырғаннан кейін 1-2 жеті ештеңе түсінбейді. Миы істемей қалады. 1-2 жеттен кейін есін жияттық, нормализация етеді. Ол анау тамақ пісіріп жатып ұстап қалып, қазанды құшақтап түгел күйген суасы. Қорқамыз. Көп жолатпаймын. Сөйтіп бәріне мен өзім кірісіп кеткен ғой. Жұмыста істеймін, үйде жинаймын, тамақты жасаймын. Балаларды мектепке апарамын, алып келем, бәрін. Енді ол кезде миымда болмапты сол ана біреуді жалдауға болатын. Әпкелерге барасында көмектеседі, менің денелерімге көмектесіп кетеді. Но енді ол постоянно емес қой. Содан 2016-та әйелімнің 2 көзі айырылып қалды. 2 көзі көрмей қалды. Ал енді оған жүгірдік. Ары бер. Ештеңе таппадық енді. Операция жасады, бәрін. Соның кейін миына да операция жасап, бағана опығызды алып тастады, бәрін істеді. Түгел тазалады. Оған жоқ ештеңе. Бәрі сол қалды. Приступы да қалды, көзді көрмей қалды. Енді кейін осы супер жамқа келгенде, енді мен депрессияда жүрдім, біраз неғып жүрдім, бірақ кітаптар оқып, мен өз білетін бұған. Көп нәрсені біліп, үйреніп жүрген. Көп кітаптар оқыдым. Карнегидің кітабын, кім еді? Орыстың несі? Трансферинг, не бар ғой? Соны оқыдым. Кім еді? Есіме түскенде. В общем, көп кітап оқыдым. Брайан Трейси да бар. Жаңағы бәрін оқып шықтым ғой, біраз нәрсе білетін. Ең бірінші бастағаным секреттен бастадым. Кітап секрет. Қыздар маған айтты да, сіз шаршадыңыз ғой, енді барып демалып келіңіз деп, Сарыағашқа ең бірінші рет путевка алып берді. Өмірімде бірінші рет Сарыағашқа бардым сол кезде. 2016. Сол кезде кітап 2017 деп почти. 16-ның аяғына таман, күзге таман. Сонда маған секрет кітабын берді. Папа мынаны оқыңызшы, керек болады деді. Жарайды дедім. Мен когда обещать етем, соны істеймін. Барғаннан кейін қарақтың кітапты лақтырып жібергенсің жаңағы. Ой, бәріне қызығып, анағанда түсіп, мынаны істеп, бәрін жасап, мәзу. 3 күн қалғанда есіме түсті. Кітап берді, оқуым керек еді. Мен обещать етіп. Шантыласып оқыдым. Сөйтіп пойызбен қайтып келгенше оқып, менің миым ашылды ғой. Секреттен. Керемет. Содан бастап кітаптар оқи бастадым. Содан бастап жаңағы аудиокниганы көп тыңдайтын болдым. Жұмыста жүрсем, рульде жүрсем, бәрі постоянно соны істей бастадым. Содан бір күні маған 2019-да, 20-да Салтанат апай. Тоқтаңыз. 21-де. Қазір кітаптар оқыдыңыз, аудионы тыңдадыңыз. Өміріңізде өзгеріс болды ма? Түсінік келді. Түсінік келді, өзгеріс болған жоқ. Ештеңе істемейсің, бірақ білесің. Біраз нәрсені істедім, кешке шейін тыңдадым. Кішкентай ғана өзгеріс. Мынандай огромный өзгеріс жоқ, кішкене өзгеріс. Бірақ бәрібір сол ашу бар іште. Кешке шейін ашуланасың, ренжігіш бар. Анау әйелдердің рөлін алып алған жаман екен ғой. Балпылдақ болып кешке шейін ұрысқақ. Енді сол Салтанат апай звондады бір күні. Ол кісі маған бір күшті көмектескен. Керемет көмектескен. Мен сол кезде жүргенде бір кассетқа кіріп үйімде банк алып алған. Енді өзімнің кесірім емес, оны айтпай ақ қояйын. Енді ұзын сөздің қысқасы Салтанат ханымды сыйлағаннан супержампқа кірдіңіз. Иә, ол кісі сол адвокат ретінде маған көмектесіп, сол жағдайды шешіп берген.
Сонан кейін барып осы бір 4-5 жыл араласпай кеткенбіз. Сонан кейін бір күн звондайды, жігер, осындай бір не бар, келіп кетсейші деді. Бардым. Барсам, мен осындай бір күшті жерде жүрмін, осындай нелес. Ой, оны мен білем. Мен кітап оқып жүрмін, мен бәрін білем. Келсейші, сабаққа қатысып көрші деді. Сыйлағанның арқасында келдім. Мен енді сондай нем бар, адам сыйласам, соны айтқанын істеп көрем бірінші. Тексерем. Қойшы деп қашып кетпеймін. Жасай салам бір, ренжімесін деп. Қатыстым сабағына. Бірінші сабаққа айтты, былай қатыса бер деді. Бір курс қатысып шықты, маған неған жоқ, жүрген жоқ. Соны айтты, жатыр деді. Кетпе. Енді сен ақшасын төлеп қатысшы деді. Адамның сондай несі бар деді да. Ақша қашан төлейсің, сен сол кезде жадын алатын боласың. Бекер төледім ба деді. Жарайды, $100 төлеп кірдім. Үшінші сабақта ашылдым ғой. Менің арманым кітаптардың бәрін көп оқып алып, менің арманым адамдарды, қазақтың адамдарын жинап, мектеп ашып, бақытты жасау, үйрету, білімді беру. Мектеп ашсам деп армандайтын. Көшеде жүргенде бір зданияларды қарап, осына бір мектеп ашсам, күшті болса деп күшті жүру, армандап жүресің. Сол Сағдат апай келді, шақырды, қатыстым да, мен мектебімді таптым ой дедім ғой. Керемет. Оказывается, через Zoom 100 адамға дейін жинадам өткізе ме? Күнде. Керемет. Мә деп, соның кейін мен басым ашыла бастады. Қорқынышымды жоғалттым, өзіме сенім таптым. Осы жерде полный қантымды жоғалттым. Айтып отырмын, мен келгенде білем деп келген адам. Маған резинке тақшы деді. Ой, мен и так контрол жасап жүрмін, мен де күшті деді. Деді тағы да. Ой, мен жасап нормально, ешкімге ренжімеймін, бәрін қойғам деді. Сен тақсайшы деді. Негатив көп, бәрі тағасын. Таққан күні мен 120 рет ұрдым ғой. Өзімді қадағалап жүрген адаммын. Мынаны таққанда инструментті бергенде, ол уже точно қадағалайды екенсің. Анықтап қадағалайды екенсің. Сөйтсем, көшеде кетіп баратқан машинемен келе жатсам, біреу алып өтпесе, оны боқтайды екен. Оңбаған тыныш жүрмейді, немене өліп барам, бүйтіп барам. Оның бәрі негатив. Ташылып бұрам. Жер көп өліп кетті кәдімгідей. Бір күнді ойлаңыз, 100-120 рет ұру деген. Содан осы неге полный кірістім. Енді 4-ші жаттығымыз сау бол. Мен соны жасағанда, мен өмір бақи аяғыма 4 нәски сыртынан жүн нәски киедім. Қалың бәтіңкемен қыста. Үсті бәрін жесіп, соның өзіне мұздап жүретін. Енді сау бол жаттығын жасау арқылы мен не істедім? Мен бір кроссовки, бір нәскимен шығатын болдым. Қыста. Бар ма өзгеріс? Бар. Жер мен көктей. Жүн нәски дегенді ұмыттым. Вообще қалды. Нәскиге де қызықпайтын болдым өзі. Баяғыда жылы нәски іздеп, барақолқыға қыстық, жылы нәски, жүн нәски, қалың қолбақ алушы еді, қазір бәрі қалды. Неге? Өйткені уже суықтан қорықпайтын болдым. Сөйтіп, мен күле алмай қалғам ғой. Кеш-кешеден айымның ауруын ойлап, өзімнің ауруымды ойлап, анаған бірсіп, мынаған біреудің есіне кірісіп кете береді екен. Сөйтіп жүргенде бәрі бұзылған нәрсе. Енді осында келіп, ой түзеу арқылы, жаңағы жаман ақпараттарды қарамау, тыңдамау арқылы. Миыңызды басқару арқылы, е? Миыңызды басқару. Мына главный жерді басқарып, өз сезіміңді басқару. Қандай керемет десеңші. Енді айлайында барлық адам өту керек дейді. Барлық өту керек. Бізде қазір балалардың өзін не аламай қалғанбыз ғой, контроль жасай алмай. Десең олар ұрсып шығады, мен білем деп шығады, не айта алмайсың, не ұрса алмайсың, ұрсаң қырылысып қаласың, сондай болды менде де. Баламды көндіре алмай жүрген. Қазір супержампта жүргелі тиіспеймін.
өзі түзеліп береді. Ойымды ғана дұрыстаймын, жақсы ойлайсыз. Ойды ғана дұрыстаймын да, балама Алла тағала күш-қуат бер, сана бер. Болды деймін. Бүгін не алмасын, ертең түзеледі деп қоямын да, мақтап қоямын. Болды. Мен балаларымды мақтауды білмейді екен баяғыда. Біреудің баласын мақтайды екен де, өз балалары мақтамайды екен. Осында келіп үйренгелі балалар таң қалады. Папа дейді, сіз деген вообще өзгергенсіз. Бізді мақтамаушы едіңіз, қазір мақтағанда біз деген жарылып кетеміз дейді. Мен ренжіп жүретін. Неге бұлар менің тілімді алмайды? Неге мен что-то жақсы көрмей ма? Қандай нем бар деп. Осы супер жампқа келдім. Барлық жаттығуларды өткенде мен қазір жақсы көремін. Барлық адам. Жүрегіңіз ашылды, нерв жүйелері тазаланды. Да? Жай бір рахат уақыт қазір басталды. Мысалға, сөзіңізді бөліп, супер жампқа дейін бізде де қазір адамдарға звондасақ уақытым жоқ дейді ғой. Қазір менде уақытым жеткілікті, өзіме де жетеді, бала-шағама да жетеді, бизнесіңе де жетеді. Еще супер жамп дегендерге айтып та жеткіземіз. Жетінші жаттығу бізге 8 сағат уақыт тауып береді екен. Жетінші жаттығу 8 сағат уақыт тауып береді екен. Қалай дейсіз ғой? Біз ол ақпараттарды көрмегенде сериал кинолар көрмейміз ғой жаман. Жаңалықтар тыңдамаймыз. Инстаграмда отырмаймыз. ТикТокта отырмаймыз. Біз сол уақытты өзімізге арнайтын болсақ. Мен осы супер жампқа келгені бірінші жылдан кейін сразу ашылдым да Сочиға, Турцияға барып келдім. Өмірі шықпаған. Баруға қорқатын адам. Алдым да аяқ асты. Еще мынандай қызық болды. Өзіме сенім тауып алғанмын уже супер жамптан. Сенімдімін. Бастықтан қорқпайтын болдым. Ешкімнен қорқпайтын болдым. Ешнәрседен қорқпайтын болдым. Уверенный болдым. Соншалықты уверенный болғаным соншалықты жаңағы Сочиға кетіп баратырмын ғой. Билет алып алдым, бәрі дайын, алдымда кетіп қалды. Сұранғаным да жоқ жұмыстан. Ойлаңыз, сұранғаным жоқ. Сочиға барып 5 күн жүріп келдік. 2 күн үйде демалып, понедельник жұмысқа шықсам ешкім іздемеген, білмейді де мен кеткен. Оған дейін бір жұмыстан қорқатын едіңіз қалуға. Оған дейін бір күн көріңіз, сұранбай көріңіз. Қайда жүрсің, қайда кеттің, кешелер жоқсың деп даңға. Бір жеті жоқпын, келдім, қорыққам жоқ. Сұраса Сочиға барып келдім деп айта салам деп, шындықты айтамын деп бардым. Ешкім сұраған жоқ. Как будто мен жұмыста постоянно жүрген сияқты қайтып кетемін. Өйткені сіз ой жіберген жоқ, қорқыныш ойлаған жоқ, күмәнданғам жоқ. Бізді қорқытатын қорқыныш пен күмән ғой бірінші. Мен соны түсіндім сол кезде. Содан кейін ойладым, неге мен онда бәріне қорқып жүрем, неге бүйтем деп жұмыста қаламаған бір орыстарым бар еді, маған өштесетте жүреді, бірден кешке шейін мен жамандайды да жүреді. Осылар дұрыс мен көзбен алып кетсе екен, Құдай-ау деп. Не ағам, 3 күннен кейін жұмыстан шығарып жіберді. Содан қорқа бастадым, қой, біреудің өмірін құртып алмайын. Ойтып ойламай-ақ қойын, жүре берсін. Олармен достасайын дедім. Келесімен дос болдым. Сыйлады. Қазір ол Россияға көшіп кетті, все равно жатты. Өзгеріс болды ғой, значит, бала-шағаңызбен қарым-қатынасыңыз дұрысталды, қантыңыз мүлдем кетті, денсаулығыңыз дұрыстадыңыз. Енді денсаулықпен негізі бізге келетін доход, өмірдің барлық несі байланысты денсаулықпен. Енді оның бәрі дұрысталған шығар, денсаулығы жоқ адам, денсаулығы кішкене ақауы бар адамдар, олар ауқымды нәрсені тарта алмайды, өз-өздеріне. Вообще ештеңе тарта алмайды ғой. Анау монахтың айтатыны. Сізде қазір дейді, проблема көп дейді. Сіз ауырғанда бірақ проблема дейді. Бірақ проблема. Өйткені біз ауырғанда не істейміз? Ауырғанда ауырымызды ойлап, сонымен алсамыз да барлығы қалады. Байлық та қалады, бақыт та қалады, бәрі қалады.
Сондықтан мен мына жерге келгелі қазір үйде даже дәрі тұрмақ, йод та неде жоқ, спирт те жоқ. Баяғыда сол керек болып болады деп ұстаушы едік қой. Керек жоқ болады деген нәрсе керек болады екен. Мен соны түсіндім. Иә, бәрін сыпырып лақтырып жібердім. Маған керек болмайды дедім. Шынымен керек жоқ қой, әлі керек жоқ. 3 жыл болды. Керек жоқ ол. Керемет нәрсе. Содан кейін Салтанат апай айтты, жігер, бұнда келгеннен кейін деді, сен анау мынау қыламды алмайтын боласың, ештеңеге қызықпайтын боласың. Шынымен 3 жыл киім алғам жоқ, ештеңе алғам жоқ, ештеңе қызыққам жоқ. Баяғы бар киім. Нормально ма? Нормально екен, әйбат. Бәріне әйбат. Мен өзіме әйбат көрінсе болды екен, басқаларға жақсы көрінеді екен. Главный мен атаң кім бар? Болды. Керемет. Өте керемет та. Осы 8 жаттығуға мен алғысым шексіз. Осыны алып келген біздің Долгу мырзаға алғысым шексіз. Өйткені осы 8 жаттығу біздің өмірімді өзгертіп жатыр. Өте. Менен қаншама адам сабақ алды, ұшып жүр ғой, ұшып. Адамға керегі бірінші энергия екен. Энергияң мықты болғаннан кейін ауру кетеді екен. Өйткені энергиясы бар адам не істейді? Энергиясы бар адам бір орында отырмайды. Жыбырлап, ананы істейді, мынаны, анағанда күліп, көңілі күшті, бәрі настроениесі әйбат. Настроениесі жақсы адамға тек настроениесі жақсы адамдар ғана келеді екен. Өйткені ол қалғанды қаламайды ғой. Ойында жоқ. Мидың қожайыны болады екенбіз. Осы уақытқа дейін маған ми қожайын болып берді. Айтқанын істеді, қорқынышын жасатты, сенің қолыңнан келмейді деді, сен істей алмайсың деді бәрі. Аурусың деді. Иә, сен аурусың. Біреулер саған ауруыңды айтқанда жылағың келіп отқан жақсы емес па дейді. Иә, жалыс. Маған айтарлық балаларыңа бәріне жалыс требовать етіп. Негізі мен естігем, негізі көп барлығымыз білеміз ғой, көп үлкен кісілер, балалар көбіне аурады. Жаңағы ненің вниманияның жетпегеннен дейді. Внимание қажет етіп. Біз жай күндері, мысалға мен супержампқа дейін де өзімізге жай демалуды рұқсат бермейміз. Өзімізге жай. Бізді постоянно тревожить етіп тұрады, біресе тревожить етіп тұрады. Соны бүгін жұмысқа бармасаңыз, сіз как будто сол жерде ойылып қалатындай мысалға да. Сол үшін осы супержамптың жаттығулары бірінші қорқынышыңызды алады, бойыңыздағы, екінші сенімділік, үшінші энергия. Негізі бірінші энергия ғой, энергия. Энергиясы мол адам ана жаман нәрсені де көрмейді. Жаман нәрсені де көрмейді. Оны жақсыға менсінбейді. Потому что энергияң жаңағы жоғарыға неде толып көтеріліп тұрғысыз ғой сіз. Жоғары жақта. Как не дейді жаңағы? Градус дей ма жоғары жақта. Тағы қосып алатыныңыз болса айтып, эфирімізді айтып. Көп қой, менде өзгеріс көп. Осы супержампқа келгелі менде өзгеріс өте көп. Мен, мысалы, өмір бақи водитель болып жұмыс істедім. 38 жыл. Мен арманым сол болған болады, негізі. Онда солар істеп жүрдім. Кейінгі арманым осы білім беріп, адамдардың бақыт жасасам, қазағымды көтерсем, Қазақстанды өзгерсем деген арман болған. Сонымен ақырын келе жатырмын. Енді мен осы супержампқа келгеннен кейін, мен өмірі алмаған өкіметтен медаль алдым ғой. Күшті. Біреу екеу алдым. Керемет. Ол медальді 38 жыл жүріп, водительдіктен алмағансыз. 3 жылдың ішінде алып отырсыз. Водительдікте ешкім сені танымайды ғой, білмейді да. Просто сен адам сен жүресің ғой, болды. Амына жерге келіп мен ашылғанда өз ойымның қожайыны болып, өз өмірімнің, тағдырымның қожайыны болған кезде менің қалауларым істеле бастады. Маған аяға келді. Жаңағы менің мысалы сабағымнан президент аппарат, президенттің нелері, охраналар өтті. Олардың нелер бастықтары жоғарыға айтып, осындай керемет Қазақстан өзгеріс жүргізіп жатқан деп, осындай сымал жігер деген бар деп айтып, осы медальдарды алып берді. Мен мақтанбайтын адаммын. Ешқашан мақтанғам жоқ, шығарғам жоқ бұны.
Енді қазір айтып отырмын. Өйткені Расул мырза айтты ғой. Неге айтпайсың дейді, мақтанышты. Жасырма дейді. Шығар, айт деді. Ел білсін, халық білу үшін сен оны тығып қойғаннан не пайда деді. Сен қазір мен осы пайдаланып көрсетейін деп отырмын. Оның документі бәрі бар, как положено міне. Алдым. Оның үстінде шек жоқ. Биыл Қазақстанда бірінші конференцияны өткіздім. Супержамптың. Күшті болды. Өмір ондай нәрсе жоқ қой менде. Күшті болды. Болмаған нәрсе. Бірақ мен Дубайға барғанда армандағам. Ана кісіде шығып мен де выступать етсем деп. Келсем маған жүргіз дейді қазақша. Ал жүргіздім. Күшті. Сіз жүргіздіңіз бірақ постоянно бір сол жүргізуші андай сахнада жүрген жүргізу сияқты қабілетте жүргіздіңіз. Да. Өйткені сіз сол нені өзіңіз көз алдыңызға елестетіп, воображение дейді. Барлығы же энергия мен сенімділікке байланысты ғой енді. Сіз өзіңізді қалай қабылдап тұрсыз, солай халық сізді қабылдайды. Иә? Керемет, Жігер мырза, рахмет сізге. Жетістіктеріңіз көп екен. Алдағы уақытта шынымен де өзіңіздің үлкен не только мектеп, үлкен империяңыздың болатынына сенімдімін. Өйткені супержамптың жаттығуын сол менен бұрында қанша жыл болды? 3 жыл ма? 3 жылдан бері қаншама қазағымның қара көздерін тот басқан жүректерін ашып, өмірлерін жеңілдетудің өмірді өзіміз қиындатып алғандығымызды сіз тәтпештеп түсіндіріп бәріне үйретіп жүрсіз. Ең бастысы осы 8 техниканы біз халыққа жеткізсек, халықтың рухани байлығын жоғары деңгейге көтерсек, оның барлығы болады. Өйткені біз халыққа жаңағы сауапты іспен айналысып жатырмыз. Сіздің ісіңіз осы 1000 есе еселеніп Алладан қайтатынына да сенеміз. Өйткені мысалға исламның діннің соңында жүрген кісілер де бар. Енді біз бұл жерде дінді қозғамаймыз ғой, сонда да діннің соңында дінді уағыздап жүрген кісілердің өмірі қандай? Қазір супержамптың 8 техникасын халыққа үйретіп жүрген адамдардың өмірі қандай, содан ақ білуге болады. Сондықтан бірінші Алла, екіншіден барлығы өзіміздің қолымызда екенін осы супержамптың жаттығулары дәлелдеп отыр. Қазір Жігер мырза сіздерге айтып отыр да, біз ешқандай емтікпен айналыспаймыз, бірақ сіз осы жерге жалғастырып жіберіңіз. Әрбір адам өзін емдей алады, өзін үлкен дәрежеге миллионер қалады. Оның бәрі өзінің мына жерінде, мына жақта, баста. Сол супержамптың жаттығулары осы сіздің мына жеріңізді, санаңызды кеңейтеді. Күннен күнге бізде қазір кеңейіп жатыр. Оны Жігер мырзаның қаншама жаңағы Тоқаев мырзаның қарамағындағы әлемнің түкпір-түкпірін көрген жаңағы охрана қастарында жүрген да, ол кісі Тоқаевпен бірге, Тоқаев мырзамен жүріп, қаншама елдің секретін, қаншама елдің жетістігін барлығын көріп жүрген кісілердің өзі осы супержамптың жаттығуларына бастарын иіп жүр қазір. Бізді қазір соны тағы айтып кетіңізші, супержамптың жаттығулары негізі прозрачный, халыққа ешқандай зияны жоқ. Сол жайлы кішкене қысқа айтып жіберсеңіз. Супержамптың жаттығулары, мысалы 8 жаттығуда, бұнда адамдарды жақсы әдеттер жасауға жетелейтін. Жақсы әдеттер жасауға. Біз қашан жақсы әдетті көбейткенде жаман әдет өзі жоғалады. Мен мысалы тағы бір мақтанышым, Қазақстанның емес, әлемнің чемпионы болып жатқан Нұрлан Заңғалов деген теннисист бала өтті менен сабақ алып. Сол жоғарғы деңгейге шыға алмай жүрген бала менен сабақта осы 8 жаттығуды мен өткізген сайын ол уже чемпион болды. Чемпион болды. Әлемдік деңгейге көтерілді. Осы жаттығу. Сондықтан менде көп адам өтті. Даже емшілер өтті. Психологтар өтіп жатыр. Өздері келіп жатыр психологтар. Сондықтан бұл 8 жаттығу барлық адамға керек. Даже миллиардерлер өтіп жатыр ғой, өзіңіз білесіз. Бізде бар. Кенішбек мырза.
основатель өзі мықты, сол миллиардер, қаншама ақшасы болған, бірақ отношение жоғалтып алған бәрі. Осында келіп, ана өзінің семьясымен отношениесі жақсарып, бәрі орнына келіп, рахат болып жүр ғой, рахат. Күшті болып жүр. Негізі супер жампта келген адамдардың бәрі қазір райда жүр. Ана Райда жүр. колоннада жүрген жоқ, күнделікті ана таңертең тұрып тамақ ішті, жұмысқа барды, бала шағаны әкелді, әкетті. Ондай біз супер жампқа өтпеген адамдар, олар колоннада жүрген сияқты да, иә? Арасында там путешествиеге баратын шығар, не қылатын шығар, бірақ бір темппен да, бізде интеллект тренерлер қазір кім супер жампты өтті, олардың бәрі басқа бір планетада жүрген сияқты сезінемін мен өзімді. Басқа бір райдың үстінде жүрген сияқтымын, көк шөпті басып, рахаттанып жүрген сияқты сезінемін. Рахмет, Жігер мырза, өте қуаныштымын. Назарбаев атамыз айтқан, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде деген осы ғой, осы жер. Бұл жай кішкентай баланың жасайтын жаттығуы, оп-оңай. Фитнеске бармай ешкім, күнде жүгір демейді, ештеңе. Жай ғана мына миыңызға қожайын боласыз. Дұрыс айтасыз. Бұрын ми бізге қожайын болып келсе, қазір сіз оған қожайын боласыз. Ал мидың қызметі ол бізді қорғау. Дұрыс айтасыз. Айтқанды істеп жасау. Сондықтан біз өзіміз сол қолға алсақ, сол миға қожайын болып, ол жақсы жұмыс керек еді. Қалағанын істеп береді. Оған көзім жетіп жатыр. Мен бүгін не ойлаймын, жақсы нәрселер ертең істеледі. Оймен реттеуді үйреніп жатырық, иә? Өмірде барлығын оймен шақырамыз, оймен алып тастаймыз. Жігер мырза, эфирімізді аяқтайық. Мен сіздің келгеніңізге ризамын, алғысым шексіз. Бірде бір қазағымның біреуің болмаса біреуінің әжетіне жарар деген осы тікелей эфирді ұйымдастырып отырмын. Алғысым шексіз, Алла разы болсын. Рахмет сізге. Сізге рахмет, Полина ханым. Өте керемет, дұрыс ұйымдастырдыңыз. Бұл өте пайдалы, өйткені әр қайсымыз өстіп ашып адамдарға, халыққа жеткізбесек, халық әрі қорқыныштың үстінде жүр. Иә. Жақсы, сау болыңыздар. Сәттілік серігіңіз болсын. Әр күніңіз бақытқа, байлыққа толы болсын. Ол бірақ сізде болады, оған гарантия беремін. Әумин. Сіз сол жолда жүрсіз, білемін. Рахмет. Сәттілік.